Кстати, хочу слов начать. Білесіздер ме Кыргызов принято, чтобы қырғыздардан ранги сөзінен могут бастағым тоже келіп еді, ол достигать рангтарға Мы қол говорим жеткізу слово үшін «болсун». біз жығысты болсын деген сөзді айтыламыз. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан үлкен Сибирия wellness отбасысы. Сіздерге ранг жығысты болсын. Вы знаете, Білесіздер у ме? меня ровно 3 минуты. Менде небары 3 минут уақытым бар. Көп сөйлегім келеді, қызық сөз айтқым келеді. Бірақ мен ең бастысы Самым нәрсені важным. айттым, ең маңызды ақпарат бергім келеді. Мен бизнесті бастаған кезімде және мен жаңа серіктестеріме мүмкіндіктер таныстырған кезде мен үнемі айтатынмын, сенің компанияға сенімің болу керек, өз-өзіңе және өнімге сенімің болу керек. Дәл осындай іс-шараларда осы сенім мық болады, жарқын болады, қатты болады, сенімді болады, ол өте күшті болып кетеді, қуатқа иеленіп кетеді. Білесіздер ме, шаралар өте еді. Біз жігерлендік, біз энергияға толдық, бірақ біздің керемет өнімізді Но проходит время, таныстырамыз, бірақ уақыт өтеді, біз өз үйлерімізге келеміз. и мы становимся Және почему-то біз триггерами. триггерге айналып кетеміз. Действительно, Білесіздер ме? Мен бұл сөзді өзімнің көзбасымнан Ирина Нихалкадан естідім. Дәл сол кезде чувство, которое вы сегодня бүгін сізде испытываете, бөленіп отырған сезім, осы драйв, осы энергия, осы сіздердің бүгінгі қалауларыңыз, алға вы должны жүру вспоминать, қалауларыңызды үнемі есте ұстап тұрыңыздар. Бұл сіздерге драйв береді. Дәл осы жерде сіздерге дисциплина. нақты тәртіптілік, дисциплина көмектеседі. Бүгінгі күнгі өз сөзімді мен алғыстан бастағым келеді. Біздің ерекше басшылығымыз Татьяна Германовға, Юрий Юрьевичке алғыс айтам. Wellness әлемі үшін, жарқындылығы мен жарқын болашағымыз үшін алғыс айтам. Біз сіздермен армандай аламыз. Мақсат қойып оларға қол жеткізе аламыз. Мен өз Ирина Михайловна жетекшіме, тәлімгеріме алғыс айтам. Осы жолым үшін, бұл жол деген сөзі үш әріптен құралғанымен, бірақ оның мәні бір кітапты жазуға болады. Біз ол жолды көрсетеміз, біз сол көпірге айналамыз. Дәл осы жерде мен айтқым келгені, менің дос тату командамаға, сүйікті командама алғыс айтамын. Сіздерді жақсы көремін, сіздерге сенемін. Менің қалыптасуымда 3 кезеңнен тұрады. Мен залда отырған едім, көптеген үрейлер мені бағындырып алды, мен шектелген тыйымдар, мен вип аймақта серіктестер отырған кезде олар ерекше, олар басқа адамдар, олар ақылды деп ойлайтын едім. Ал мен кіммін? Мен кішкентай ғана ауылдан шыққан кішкентай қызбын. Менде осындай бір үрейлер болды. Бірақ осы мүмкіндіктерді көріп, осы компанияда мен өзімдің армандардың орындалатыны көз жеткіз. Ал менің мақсатым көлік, пәтер болды. Мен квалификацияны, кәсіпқой квалификациясын жаптым. Сол кезде 10 айда жауып үлгердім. 2,5 жыл ішінде көзбасшы атандым. Пәтерім де, көлігім де бар. Біреуге ол арман болса, мен оған қол жеткіздім. Бірақ бір арманың орындалғаннан кейін келесі арманға жол жүру керек деп айтады. Ал дәл осы жерде мен тежеліп қалатын едім. Білесіздер ме неге? Себебі менде бір сен кішкентай қала тұрасың, сен балаларың бар, сен оларды тастап кете алмайсың деген тыйымдар қойды. Ал квалификация жасау үшін бір жерге бару керек, бір әрекеттер жасау керек. Сен ақылды емессің, сен мықты емессің, сұлу емессің дегендер осындай бір үрейлер мені өздеріне бағындырып алды. Бірақ бір керемет бір күні мен өз ұлымды тамақтандырып отырған едім де, және мен сол кезде ойладым. Әсел, олай болмайды. Ақша бар, команда бар. Бірақ менде бір я очень сильно хотела, чтобы мен командамның ақша тапқан қалап тұрған едім. Әрине, біздің әлем, ерекше әлем, мүмкіндіктер әлем, ол онлайн әлемі. Біз басқа әрекеттерге бардық, біз басқа жұмыстарды бастап кеттік. Біз немесе тәжірибе жинадық, немесе нәтижеге қол жеткіздік. И буквально Және 2020 жылдан 22 жылға дейін 2 квалификацияны сапфир және рубин квалификациясын орындап шықты. Менің командамның 15-тен астам серіктес
$1000 және одан жоғары табысқа жетті. Ол Қырғызстан табысынан 5-8 есе үлкен. Мен командам дайын. Біз сіздерге осы жолды көрсетуге дайынбыз. Ең қызық нәрсе енді басталуда. Өз-өзіңізді тәртіпке келтіріңіздер, реттілікке келтіріңіз, қарапайым қадамдарды жасаңыздар, әрекеттерді жасаңыздар. Басқа нәрсе жасауға тырыспаңыздар. Онлайн деген әлемде адамдар сіздің шынайлығына, сіздің көзқарасыңызға, сіздің әрекеттеріңізге келеді. Ал біз не істейміз? Біздің тату командамыз олар блогер емес, олар бұл саладағы мамандар емес, бірақ олар көрсететін әрекеттер, офлайн жасайтын әрекеттерді онлайнда орындап шығады. Сондықтан біз барлығымыз жаңа квалификация орындап жатырмыз. Ал біздің тарихымызға жаңа жұлдыздар келеді. Жақсы көремін, барлығыңызға сенемін. Алға Қырғызстан.